число күні 31.550 пробегпен машина өткен 23 жылы ровно 2 жыл сайын өтіп тұрады, бірақ бұяқта техосмотрда 38.000 пробегпен өткен. Стария брат қасымызда жоқ еді, біз уже машинаны алып шығып кетіп бара жатырық та. Ренжімесеңіз, бізде жоғарыда көрсетілген номерлерге хабарлассаңыз, сол жерден жаңағы нелерді көрсетем, брат. Стариялардың машинаның суреттерін, видеоларын жібереміз, брат. Мейірбек, ренжімесең, я төбеде көрсетілген номерлерге хабарлассаң, маған бенза тапшы сол баға дейді. Бенза ол бағаға келмейді, братан. Бензаның Қазақстанда учетқа қою үшін 6,5 миллион ақша кетеді ғой. Бұл жақта миллион доставкың бар, 1,1 миллион. Сонда 7,7 миллион Қазақстанда документімен логистикасына кетеді. Арғары 300 мың теңгеге алуым керек болады ғой бензаны. Портер ше дейді. Портер жібереміз ғой, 9,5 миллионнан расчет ала берсеңіздер болады. Портерді 2,5 дизель, 2,4, 2,4 заводской газ болады. Давай, бро. Жолда ғана не бар ғой? Газдан кейін заправка бар ғой? Крышаға ма? Екеуміз екі бөлек бұқытпен шығамыз ғой? Ненің алдында ма? Болды. Машинемді жайдандар дейді. Жай дейміз ғой, бәке, ренжімеңіз. Баға, сізге видео түсіріп атсам, бәке, сіз эфирде отыр екенсіз ғой. Ал машинаңыз кетті, бәке, құтты болсын. Осылай прямой эфирде алып кеттік машинаны. Бағанан бері Болат аға машинасы деп айтып атырмын, сөйтсем осы жақта екенсіз ғой эфирде. Екі 2016 жылғы Грандеур газ бар ма дейді. Бар, брат, любой машина бар. Портер под ключ 8 аламын ба дейді. Жо, брат, 8-ге ала алмаймыз. Хотя бы 9,5 болса, смело аламыз 9,5-ға. Полностью қазақ учетпен. 9-ға да жақсы іздеп, пробегтері примерно 70 мың, 80 мың жүргендерін еще 9 миллионға как-то іздеуге болады. Мейірбек 8 миллионға уже никак келмей қалады. Өйткені документіне 4 миллион ақша кетеді ғой. Ана отыр ғой портер. Осындай портерларды хотя бы 9 миллионға десең, брат, іздеп көрейік. Так, мен машинам екіде тұр. Ассалаумағалейкум қазақ елі, және де BM Motors оқырмандары. Болат ағамызды құттықтаймыз. Осыдан 2 күн бұрын осы Хонданы түсірген болатынбыз. Машина сатып алынды. Бүгін платежы полностью өтті. Алып кетуге келіп тұрмыз. Сенбеген адамдарға состояниесін бір көрсетіп кетейік. Машина заводтан қалай шықты. Сол аймен тұр. Заводской отметкілерімен машина полностью. Патрубкілері, бүкіл болттары барлығы қалай шықты. Заводтан сондай состояниеде тұр. Ішінде сыртында 1 грамм шпаклевка, 1 грамм вторичный окрасы жоқ. Есіктерінде, сиденье, торпедаларында даже бір царапина түспеген. Бұл машинаның пробегі, аз көрсетіп кетейін, 39 мың жүрген пробегі. Отлично, идеальный состояниеде. Астана қаласынан Болат ағамыз осы машинаны көріп, өзі де осы видеоны көріп тұрған болса білет, бір түн ұйықтай алмай алған болатынбыз осы машинаны. Түнде сағат маған 1-де звондап, 4-ке дейін сөйлесіп, машинаны обсуждать етіп, барлығын көріп, видеоларын барлығын көріп, осы машинаға көңілі бұрды. Машина сатып алынды. Бүгін суббота, Құдай қаласа вторник күні артып жіберетін боламыз. Кешегі Палисадтар бар кеткен, Лексустар бар, солардың артынан осы Хонданы алып Болат ағаға жіберетін боламыз. Болат аға, көлігіңіз құтты болсын.
Құдай қаласа 25 күннің ішінде машинаны Алматыда СПХ-дан қолыңызға алатын боласыз. Бәріңізге сәттілік, күндеріңіз сәтті өтсін. Ассалаумағалейкум. Міне прямой эфирде Болат ағамыздың кешегі алған Honda Accord машинасын салоннан алып кетіп жатырмыз. Машина полностью тексерілуден өтті. Қанша видеода көрсеттік. Ешқандай вторичный окрас, еш нәрсесі жоқ. Міне прямой эфирде подписчиктерге көрсетіп алып кетіп жатырмыз. 39 мың пробегте машина, 1 грамм шпаклевка, 1 грамм краска жоқ. Полностью заводской пломбалармен тұр машина. Болат аға құтты болсын. Ертең, бүгін суббота, ертең вторник күні Құдай қаласа елге салып жіберетін боламыз. Ары қарай 25 күннің ішінде машина полностью қолыңызға алатын боласыз. Тағы да бір рет құтты болсын. Тек жақсылықта, игілігіңізге мініңіз.